Ол көзін ашты, шалажансар болып төсекте жатқанына бір жұма өтіпті. Бүгін қалаға келгеніне тура 3 ай болған есіне түсірді. Осы 3 айда ол 10 жыл өмір сүргенде еді. Ақ жамылғымен бетін бүркеніп алып, ауылдан шыққаннан бергі аш өмірін есіне алды. Енді не істеймін деген ой миын шақты. Құдай-ау, дәл қазір қасымда ең болмағанда жанашыр туысқаным, я жанымды түсінер досым болса, ең болмағанда ақыл кеңес берер еді деп ойлады. Ал соңғы 3 айғы өмір өзінің қалыпты өмірінде, өмір туралы түсінігінде, өзінің барлық болмысын да өзгертіп жіберген. 3 ай өмірі көз алдында кино лентасындай болып тізбектеліп өтіп жатты. Гүлжанды нағашысының әйелі атын атамай кішкене қыз атап кеткен. Шағын денесімен қысқа бойына лақап атының сай келгенін мойындағандары ма, әке шешесінен бастап мектепте де оны осы лақап атпен атайтын болған. Бірақ бұл лақап есім Гүлжан қызға ұнамайтын. Кішкене қыз Гүлжан мектепті бітіріп оқуға түсуге баратын болды. Ол үйінен кететіне қуанды. Енді ылғи ұрысумен жүретін әке шешесін көргісі келмейді. Аяқ астынан басталған ұрыс әкесінің қол көтеруімен, шешесінің айғай салып жылауымен, Гүлжан мен бауыры Тимурдың шырылда бара түсіп, азан-қазан болып, әкесінің кімге арнағаны белгісіз, адрессіз бір боқтап, темекісін езуіне қыстырып, есікті тарс жауып кетуімен аяқталатын. Бұл ұрыстың екінші сериясы түнде әкесінің араққа сылқия тойып, айналаны басына көтеріп, арыс жағасынданы айтып, таң ата есік алдындағы тапшанда ұйқыға жатуымен аяқталатын. Кішкене қыз Гүлжан бірін бірі жек көретін адамдар неге бір шаңырақтың астында тұратындарын түсінбейді. Жек көретіні емей немене, анасы әкесіне жаман сөздер айтады, ал әкесі анасын аямай соғады. Талай рет қан қылып, анасы бірнеше күндер бойы орнынан тұра алмай жатқан кездері болған. Кішкене қыз Гүлжан өзі күйеуге шыққанда ешқашан күйеуімен ұрыспайтынын, жұбайы да оқымысты, мәдениетті адам болып, кішкене қыз Гүлжан тұрмақ түгілі дауыс та көтермейтін болатынына сенімді. Кішкене қыз Гүлжан бой жетіп келе жатып осындай нәрселерді жиі армандайтын болған. Мектеп бітірген класстастарының кейбіреулер той жасап, аттестаттарын жуып, жастарды жиып вечер өткізіп жатса, кішкене қыз Гүлжанның анасы қызы 4-тен 5 көп аттестатын алып келгенде, айналадағы 4-5 кемпірді шақырып Құран оқытты. Қорадағы 2 сиырдың бірін көзінше 10 мың теңгеге сатып, бір тиын шашау шығармай қызының алақанына салды. Көз жасын 1-2 сығып алған шешесі қызын шығарып тұрып, қызым, Алла алдыңнан жарылқасын, оқуға түсуге тырыс, жақсы оқыдың ғой. Түсе алмасаң ақыл оқытуға жағдайымыз жоқ екенін білесің. Мен аурумын, әкең болса жұмыссыз. Жұмыс істеп жүрген кооперативті тоз-тоз болды. Ондағы бар дүние мүлік директордың атына өтіпті. Ана әпкеңде мектеп бітіре сала күйеуге тиіп баланы бірінен соң бірін топырлатып туып отырып қалды. Сен оқуға түседі деп үміттенемін. Түсе алмасаң ауылға келме. Ауылда ештеңе жоқ. Сонда жұмысқа орналасып, сырттай болса да оқуға түсуге тырыс. Оқымасаң да аман жүрші айналайын деп ентіге дем алып отыра кеткен. Бауыры Тимурды қимай қайта-қайта сүйіп, әрең қоштасқан кішкене қыз Гүлжан үлкен асқақ арман қуып бірінші рет үлкен қалаға аттанып кеткен. Қалаға келіп өзінде 2 қызбен пәтер жалдады. Мемлекеттік оқу орны болғанымен жатақхана жетіспейді екен. Бұрын үлкен қалада болмаса да Гүлжан етінің тірлігінен, есте сақтау қабілетінің күштілігінен, неге қолы тисе де орнына келтіре қоятын пысықтығынан аз-ақ күнде қаланың қызына айналуға тырысты. Меруерт екеуі бір ауданнан болып шықты. Үшінші қыздары Айгүл пәтерге анда-санда келіп қонып кететіні болмаса тұрмайтын. Тест тапсырып біткенше туысқан ағамның үйінде тұрамын дейді. Онысы бір жеке оқу орнында декан болып жұмыс істейді екен. Ол 3 қыз бір күнде құжат тапсырғанмен, Гүлжан қыз бен Меруерттің тест тапсыратын күндері алғашқы күнде, Айгүлдің тест тапсыратын күні соңғы күн болып белгіленіпті. 2 қыз жүректері лүпілдеп оқуға түскендердің тізімі шығар күнді асыға күткен. Бұлардан 1 балл артық алған Айгүл грантқа оқуға түсіп, 1 балл жетпеген 2 қыз салдары суға кетіп қапа болды. Гүлжан қыз қаламаған мамандығы болса да, басқа төмен балмен өтетін мамандыққа тапсырмағанына өкінді. Сонда ғой, әрі оқуға түсіп, әрі жатақханада жатып, әрі шәкіртақы алатын еді. Меруерт ауылына қайтатын болды, ал Гүлжан қыз не істерін білмеді. Ауылдан алып шыққанда таусылмастай көрінген 10 мың теңгесі азайып барады.
Құжат тапсырғанда апайлар мен көкелер анаған төлеп кел, мынадан көшірме жасап кел, мына кітапшаны сатып алыңдар, тест тапсырғанда пайдасы тиеді деумен болған. Абырой болғанда пәтерге 2 айға бірден төлеген жақсы болды. Гүлжан қыздың жағдайынан хабары бар. 1-2 жас үлкен Меруерт кетерде үлкендігін көрсетіп, жолыма 300 теңге жетеді, мына 1000 теңге саған қалсын. Жұмыс тапқанша қажет болады, уайымдама. Келесі жылы түсеміз. Пәтер ауыстырсаң адресіңді жазуды ұмытпа. Хат жазып тұрамын деген. Ол кеткен соң Гүлжан қыз тіпті жалғызсырап қалды. Пәтер иесі қанша іздегенмен жағдайы жоқ, шетте үй болған соң ба, қасына қапелімде қыздар да табыла қоймады. Гүлжан қыз жұмыс іздеуге кірісті. Қолынан келсе болды, не жұмыс болса да істеуге әзір. Көше аралап кездескен кез келген мекеме, кәсіпорындарға кірді, бірақ жұмыс табыла қоймады. Ең болмаса қолынан келетін еден жуушылық та табылмады. Кейбір бар жұмыстарға біреуіне арнаулы білімі жоқтығы, біреуіне орысша білмейтіндігіне, біреуіне компьютерді жақсы білмейтіндігіне кедергі болды. 5000 теңгеге қожайындармен бірге тұрып, тамағын сол үйде ішіп, бала бағып, үй күтушісі болуға жұмыс табылғанда, ол бірден келісті. Бірақ ерте келіп, кеш кеткенмен бірге тұрмайтынын кесіп айтты. Оған себеп үй иесінің тек мұның ба, әлде әйелдердің бәріне ме, адамның үсті басын көздерімен тіміскілеп қарайтын, ойнақшыған көздері ұнамаған. Гүлжан қыз өз жұмысына аса бір ықыласпен кірісті. Ең басты міндеті өзі бағатын 1 жастағы қызға бір жұма өтпей-ақ бауыр басып қалған. Ауылдағыдай су тасып, от жағып, күл шығарып, су төгіп, малдың астын тазаламайсың, ыстық су, салқын су өзі келіп тұр. Жаман суларды да белің майысып, шелектеп апарып төкпейсің. Өзі кетіп жатыр, рахат. Тамақтың да неше түрі бар. Ауылдағыдай нан мен шай ішіп, кеспе көжені қанағат тұтпайсың. Үйдің жұмысын тиянақты істеп үйіріп әкетті. Тіпті қолы тигенде ішетін тамақта жасап қояды. Үй иесі ғалым әйел риза болған, сондай мерзімінен бұрын авансың деп 2000 теңге берген. Жаңа жылға ауылға барамын, сонда Тимурға спортивка алып беремін деп ойлады. Тимурды қатты сағынып жүр. Ал апасын онша сағынбапты, папасын мүлде сағынбады. Гүлжан қыз өз өміріне дән риза болып, бір жағынан бала бағып, бір жағынан жеке үлкен үйді тап-тинақта етіп ұстап, үйрене келе енді арасында тамақ әзірлеуді ойлап жүрген, бірақ бәрі ойда жоқта бұзылды. Бір күні қақпаның ашылып жабылғанын естіп, есік алдына шықса, үй иесі дәу еркек машинасымен базардан азық түлік әкеліпті. Үйге демалысқа қарсы көп қонақтар келеді екен. Азық түлікті тасысқан Гүлжан қыз ұйықтап жатқан сәби оянғанша біраз жұмыстарын бітіріп алайын деп, ваннада бір шама кір жуып жатқан. Оқыстан ваннаға кіріп келген үй иесі дәу еркек бұны бір қолмен ақ қаусырып құшақтап алды. Екінші қолмен біресе төсін езгілеп, біресе іш киіміне қол жүгіртіп, біресе айғайлаған аузын баспақшы болды. Гүлжан қыз аяқ қолын сермелеп тыпырлады да қалды. Гүлжан қызға бұрын ешкім бұндай үстемдік жүргізіп көрген жоқ еді. Ол бұлаңдап еркелеп өспесе де бұндай дөрекілікті кездестірмеген. Бой түзеп сылаңдап жігіттерге көз тоқтатқан емес. Дәу еркек түгіл жігіттермен де жұмысы болмаған. Сосында шығар, басқа қыздардай жігіттерден записка да алып көрмеген. Бар арманы оқып, мамандық алып, анам мен інімді асырасам, соларға жақсылық көрсетсем дейтін. Үй иесінің жаман ойын әлде бір сезімталдылықпен сезген. Жігіттермен сүйіспек түгіл қол ұстасып та көрмеген Гүлжан бұзық ойлы дәу еркекке қарсы қайратты, қара шашынан бастап, денесіндегі әрбір тамшы қаны, әрбір нерв талшықтары, әрбір мүшесі табандылықпен қарсы күресіп жатты. Болашақта шын сүйген адамына ғана сыйлайтын нәрсесі үшін еш нәрседен тайынбайтынына сенімдеді. Бір аузы босағанда дәу еркекке осыдан ұрынсаңыз өлемін деді. Ешкім естімейтіндей білсе де айғайлауға тырысты. Оған қоса үй иесінің қолдарын тістеледі. Тырнақтармен қолдарын осқылап тырнауға кірісті. Дәу еркек Гүлжан қыздан мұндай қарсылықты өзі де күтпесе керек, шешесінен жіберіп бір боқтап жібере салды. Содан соң түк болмағандай, әлі қыз ба едің деп ыржиды. Одан соң пошутил деді. Кетерінде оқымызды әйелінің екінші әйел екенін, оны жақсы көретінін, оған Гүлжан қыз бірден айтса екеуіне де жақсы болмайтын шегелеп, енді бұндайдың ешқашан қайталанбайтынын айтып, айыбының өтеуіне кешірім сұрағандай, керек нәрсеңді аларсың деп 2000 теңге тастап жұмысына кетті. Тәніне дақ түспесе де жүрегіне дақ түсіп жаны жараланған Гүлжан қыз жылап жүріп кірін жуып бітірді. Қара көздерінен еріксіз жасы моншақтап тыйылмаған ол ыржалаңдаған дәу еркектің ерні тиген аузын қайта-қайта шайып түкіріп жүріп, ол тастап кеткен 2000 теңгенің иісі шықпайтынына қарамастан, алса дәу еркектің ыржалаңдаған хайуан жүзін елестететіндей, жыртуға да қолы бармай, үйде де қалдыра алмай, қоқыс салатын шелекке салды. Үлкен ғалым қожайын апайына,
мені кешіріңіз, енді келе алмаймын деп бір ауыз сөз жазып, оның жұмыс столына апарып қойды. Ол апайы кешкі сағат 7-де келіп, бұл сәбидің жағдайын, істеген жұмысы мен даярлаған тамақтарын көрсетіп барып кететін. Бүгін Гүлжан қыз апайына есік ашқан бойда оның сәбиінің бөлмесіне өтіп кеткенін көріп үйден шығып жүре берді. Қоштаспады да, онымен сөйлесе күйеуінің жасаған ісі туралы айтып қоятындай сезінді. Пәтерге келіп, ештеңенің бүлінбегеніне шүкіршілік қылды. Ана үйге бірге тұруға келісім бермегенде қуанды. Олай болмаған күнде қазір қайда барар едім деп ойлады. Анасының бұған да шүкір деп отыратын көз алдына келді. Бұған да шүкір деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Тимурға спортивка алуға сақтаған ақшасының 1,5 теңгесін 3-ші айға пәтерге төлеп, 500 теңгем таусылғанша жұмысқа тұруым керек деп жұмыс іздеуге кірісті. Ақша үнемдеймін деп жаяу жүріп сілесі қатты. Бірде Айгүлге оқуға түскен университетіне барып жолықты. Жұмыс таба алмай жүргенін айтып, жақсы дайындалып, 1-2 бал артық алғанда өзінің де оқуға түсіп, студент атанып бақытты болатын мүмкіншілігін қолынан шығарып алғанына өкініш білдірді. Бұны Айгүл өзінше жұбатқысы келді ме, бір шидің төбесін қылтитты. Гүлжан қыздың сабаққа әзірлігі жақсы болғанын, ал өзінің нашар оқыса да ерекше топта болған мәлімдеді. Ерекше топ деген оқу орны басшылары мен сол тест тапсыруды ұйымдастырушылардың өздері оқуға түсіргісі келетін талапкерді бөлек топқа жинайтынын, тест тапсыру кезінде оларды шетте, елеусіздеу, адам аяғы көп бармайтын жерге отырғызып, оларға кітап, шпаргалка қолдануға, сырттан көмек тасуға да болатынын, тіпті арнайы белгіленген адамдардың кейбіреулерінің қасына келіп, қай жауапты белгілейтінін де айтып беретінін, бірақ онда ерекше топқа кіру үшін біреулерге алдын ала көк қағаздар төлейтінін жеткізді. Бұдан кейін Айгүл 1-2 адресті айтып, олардың жас қыздарды жұмысқа шақырып жатқанын айтты. Бірінші барған жерінен Гүлжан қыздың барғанынан қайтқаны, кіргеннен шыққаны тез болды. Ұлтымен жасы белгісіз, ерсі боянып алған бір әйел алдында тұрған жас қыздарға төтесінен клиенттің берген ақшасының 70%-ын бізге бересіңдер, ол крышаларымызға, су мен светке, жылуға, сусындарға кетеді деген даусын естіген Гүлжан қыз әңгіменің не жұмыс туралы екенін ерсі боянып алған әйелдің алдына бармай-ақ түсінген. Екінші жерге барған кішкене